Кисе бақырымыз табылса, тастаған басына жайғасайды. Қимылдамайсыздар. Кім деген сұраққа жауап беріп қояды және қимылдап қояды, ойыннан шығатын болады. Залда отырған қонақтардың барлығы әділ қазылар. Дайынбыз ба? Ал кетті, бастаймыз. Айнал билеттер, айнал балыз бірге. Бай болсаң балам тасыма, кедей болсаң жасыма, недер келіп не кетті соң ер жігіттің басыма. Қанағат қыл қылмадың алдыңдағы асыма, баспадым жардың шерін құлайма деп, ішпедім арықтан су құлайма деп, ақау қырғым башы билемеді. Автобус бар күтіп алдық еді. Анау 2 күн жол жүреді, қарын ашады білесіздер ме енді? Қарындар ашқан ашады, ойлап бір жасқа ет бердік. Артынан түйіп қалмасын деп ыстық шай бердік. Сонымен құдалардың бәрі ойлатып билет болғаннан кейін шымкентке шығара саламыз ба енді? Сосын 2 күн өткеннен кейін Жәнібектен құдасы болайын, айналайын тамада жігіт. Адам құдалық болған еді, менің ашкиім алып кетіп еді. Сен сол ашкиді көрсең маған салып жер деді. Сосын не керек, ана келіп барам, бір ашки түрген алам. Құдекем мұна ашки мадасын жоқ бұл емес. Сонымен басқа залға барып бір ашкиді алып, құдекем мұна мадасым е осы дейді. Осы бір ашкиді алып, вокзалға барып, проводник жігітке табыстап, мұна құданың ашкиі. Байқа жаңағы, сындар болма деп. Сонымен 2 күннен кейін жаңағы ешкімнің ала жібін аттамайтын, ешкімге қиянат жасамайтын, ата-анасына деген, отбасына деген мейірімді, иманды, салихалы ұрпақтан болсын. Басқан қадам әрқашанда оңнан бол, Алла басқа таймас бақ берсін, болашағы жарқын болсын, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Сол сіздерді қуантып, отбасын тек қана қуанышқа бөлеп жүретін, біз тек қана биік шыңдардан көретіндей, мақтаншылық тұтып жүретіндей керемет ақылды азаматша өсе берсін. Сол енді бісмилля деп Алланың қалауымен тұсауын кесейік енді. Ал енді бисмилля деп ала жібін байлайық, ешкімнің ала жібін аттамасын деп. Пышақпен тұсауын кесеміз, 100-ді болсын деп. 200-ді болмасын, пышақтың қырында бірге 100-ді болсын деп қазақтың салтыменен алтындай қызымыз бірге. Аяғамыздың азғана уақытты кейін кесілді ма? Қаз балам, қадам бассаң мәз болам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін, ал тәй-тәй басын балаққа. Біздің аяда қызымыз Алла қаласы өскенде қайсы қала деген? Біреген, құдай қаласы жазушы болады деген, ақын болады деген, журналист болады деген. Осы кісіге ұқсаса екен, осы жақсы қасиеттер ұқсаса екен деген жақсы бір ырыммен, ниетпен таңдалады ғой. Кез келген адамға кестірмейді деп айтады. Сол енді менің тек қана жақсы жақтарым, жақсы қасиеттерімді берсін. Сол аяла қызымыздың бағы жана берсін, осы алғашқы қадамы нық болсын, өмірлік жолы оң болсын деген тілек ниетім бар.
және де өзінің сый-сияпаты бар аял қызыңызға. Көйлегі және қызыңызға алтын сырға. Ал кәнеке. Келеден сый-сияпаты деген. Рахмет. Қарастан арнайы дайындап келген енді нем бар, шуылдағы бар, оны қазір өзім рұқсат етсеңіздер таратып шықсам барлықтарыңызға. Енді ана көңілістер живой ма кәдімгі? Қазір пластмаспен қиып болды қазір. Оны жия алмайсың бір. Ал енді анау Нұргүл ханым өзіңізге. Барша қауым, рахмет біздің қуанышымызбен бөлісіп келіп отқандарыңызға. Жазира әпке, сізге рахмет. Сонау Тараздан, сіз сияқты ақкөңіл, әдемі, ортақ күліп жүре берсін. Арнайы сол үшін сіз сияқты болсын, пысық болсын деп сондай ниетпен әпкесін кестірдік. Сол бізге де сондай кішкентай сыйлығымыз бар. Рахмет, негізінде біз қазақ өз сондаймыз ғой, сыйлыққа сыйлықпен қайтарамыз ғой, иә? Қандай керемет осы. Қазақ